Сәлематсыздар ма, балалар? Математика сабағы. Сабақтың тақырыбы көбейту мен бөлудің байланысы. Бүгінгі сабақта сен көбейту мен бөлудің өзара кері амалдар екенін білетін боласың. Суретке қарайықшы, балалар, не көріп тұрмыз? Бұл скейтборд. Нешеуден бөлінген скейтбордтар? 3-3-тен тұр, көрдіңіздер ғой, я? Барлығы нешеу? Неше? 4-еу. Ендеше 3-ті 4-ке көбейтеміз, я? 3 көбейту 4 тен болады 12. Енді барлығы скейтборд неше? Санайықшы кәнеке. Барлығы 12 скейтборд. Нешеуден бөлінген? Дұрыс, 3-3-тен бөлінген. Ендеше 12-ні 3-ке бөлеміз. Тен болады неше? 4 топшықты, я, балалар? Жақсы. Енді осыдан қандай ереже шығаруға болады? Көбейту мен бөлу өзара кері амалдар. Балалар, естеріңізге сақтап жаттап алыңыздар. Көбейту және бөлу өзара кері амалдар. Енді сөйлемдерді аяқтап көрейік, кәнеке. Біз бөлудің, көбейтудің компоненттерін білеміз, я? Ендеше соны қазір тексереміз сіздердің білімдеріңізді. Егер көбейтіндінің мәнін көбейткіштердің біріне бөлсе, онда не шығады, балалар? Екінші көбейткіш шығады. Келесі, егер бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтсе, онда бөлінгіш шығады. Келесі, егер бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлсе, онда бөлгіш шығады. Жарайсыздар. Келесі тапсырма сіздерге номер 2. Көбейту мен бөлуге өзара байланысты теңдіктер құрастыр. Кәне қарайық бәрімізде. 3 пен 4-тің көбейтіндісі неше болады? 12. 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12. Енді біз көбейтуге кері амал қандай амал қолданамыз? Бөлу. Ендеше 12-ні 3-ке бөлеміз, одан кейін 12-ні 4-ке бөлеміз. Екінші бағанды қарайық. 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6. 3 пен 2-нің көбейтіндісі 6. Бұл жерде біз сіздермен қандай ереже білеміз? Көбейткіштердің орындарын ауыстырғанымен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Енді көбейтуге кері амал бізде бөлу. Жаңағы шыққан мән 6 болды, я, бізде? 6-ны 3-ке бөлеміз, 2 болады. Содан кейін 6-ны 2-ге бөлеміз, тен болады 3. Жақсы. Келесі тапсырма номер 3. Суретке қарайық, балалар. Мен қазір сіздерге сөз есепті оқиым, мұқият тыңдаймыз. Балалар аулада скейтбордпен жарысып ойнады. Олар әр командаға 4 баладан бөлінді. Егер 2 команда болса, онда аулада барлығы неше бала болғаны? Бізде әр командада 4 баладан бөлінді. Я, балалар? Әр командаға 4 бала. Неше команда болды? 2. Ендеше шешуін қалай табамыз? 4-ті 2-ге көбейтеміз. Дұрыс, тен болады 8. Жауабы барлығы 8 бала болды. Енді келесіге қарайық. Тыңдаңыздар. Балалар аулада скейтбордпен жарысып ойнады. 8 бала әр командаға 4-тен бөлінді. Неше команда болды? Енді бұл жерде, балалар, бізге 8 бала берілген. Олар әр командаға 4-тен бөлінген. Енді неше команда екен білу үшін біз не істейміз? 8-ді 4-ке бөлеміз. Тен болады 2. Сонда жауабы 2 команда болды. Келесіге қараңыздар. Балалар аулада скейтбордпен жарысып ойнады. 8 бала 2 командаға теңдей бөлінді.
әр командада неше баладан болды? Енді бізде бұнда 8 бала бар екені беріліп тұр. Олар 2 командаға бөлінді. Енді әр командада қанша бала бар екен табуымыз керек біз. Ол үшін 8-ді 2-ге бөлеміз. Тең болады 4. Жауабы 4 баладан болды. Балалар, міне көрдіңіздер ме? Бұл міне 3 есеп, яғни 3 сөз есеп. Олар өзара кері есептер. Естеріңізге сақтаңыздар. Бұлар кері есептер. Түсінікті ғой? Яғни бұлардың шартындағы барлығы 8 бала екені, олардың 2 команда екенін, яғни 4 баладан болғаны белгілі. Тек қана әрбір сөз есепте әр түрлі сұрақ қойылған. Түсінікті ғой? Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.